Селам алейкум, урметли серджелер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері бүгін февральнын 21 жумақ шамы күні. 5 ел эвел тамбу күні о замандаки Украина президенті Виктор Янукович Межигорье қасабасында ерлешкен резиденциясыны терк етіп мемлекеттен қачты. Мал-мүлкі юк машиналары ве хеликоптерлер вастасыне чықаралайды. Шәрті шынды Киевге келген фааллерны сабық девлет башының мал-мүлкі өлчісі шок алына кетірген еді. Біраз соңыра юқары рады Межигорьені кене девлет мүлкіне чеварды. Шында да автобуслар қатнай ве чешіт экскурсиялар өткерілі. Виктор Януковичке қаршыйсе бір сыра жинайет давалары açılды. Шу жүмледен девлет хайынлігі ве Русия тәжівізіна аляқа. Махкеме еснасы 1,5 ел девам етті. Ахыр соны январь айында махкеме үкім чықарды 13 ел апеш жезасы. Телекөсізлік қызметі Украина президенті сайлавларына Русияның крышув интылувларының алдыны алды. Украина телекөсізлік қызметі рейсмовені Виктор Кононенко идаре хадемлері сайлав пирамидасы деп адландырылған планның ұстыну ачқанларына хабер етті. Оның сөзлеріне көре жинайы әрекетлер тәшкілатшысы халқарами бүслерден бірісі соядыны білдірмеді, ама президент вазифесінен намзет көстермеген шахыс олғаныны қайдетті. Планны Кремль еле ішбірлік япқан әм Русия ватандашлары әм Украинлер керчеклештірмек керек еделер. Пара беріп координаторларыны топлай еделер, бұлар есе сонра кереклі намзетке рей бережек ерлес екенлеріні қыдырайды. Донбасста душман уджымы нәтижесінде бір Украина аскері әлі қолды, аскер 39 яшындайды. Бұқта Украина мұдафа назерлігінің спикері Дмитро Гуцуляк хабер етті. Туневін есе рус ішғалжелері атеш тоқтату режиміні 13 кере боздылар. Минск анлашмаларында ясақ етілген силя қоланды ясасен мина топлары. Душман мевзлерімізге мина топларындан атеш алып барды. Геже Катериновка янында Саба хутыр Вильный. Ақшам Новоалександровка Венного Ташковский. Умымен 50-ге қадар мина атты. Бұның иле ишғалжелерден ыз бойындаке бөлге янында озына фаал алып барды. 120 калибрлі мина топларындан құланылды. Халқара ана тілі күні. Нефес Қырым-татар фаал тақымы бұл күнге бағышланған. Қырым-татар тілінде онлайн диктант кечірді. Диктантны әм илхақ етілген Қырымда, әмді оның тышында естегенлер язды. Тәшкелатшылар ожа оқуған метіні YouTube ағына ендірділер. Әлнен язылған метінлерінің фото ядасқанларына Қырым Нефес kopek@gmail.com адресіне еламақ керек. Нәтижелер мартның 11-інде тәшкілетшілерінің Facebook сәйфесінде илан етілежек. Әдиелер бірінші ер электрон китап, екінші ер история крымских татар 4 томлық китап ве үшінші ер милли тимсалтлы пауэрбэнк. Каталонияда қарарнен 10.000 адам наразылық кечірмекте, олар бөлге мұстаққылығыны ве сепаратизм үшін махкемеленген каталон сесетчелерінің азат етілівіні талап етелер ән күтлеви наразылық акциялар Жирона ве Барселонада кечірілмекте. Иштиракчилер автомагистраль ве демир йолларны қапаттылар, ерлі мемурлар сәкенлеріні нақлият әрекеті зор олғана қында тәнбиелейлер. Бангладештіңдағы шерінді янгын, бұ янгын себебінден 70 адам әлі қолды 50-ден зиеді яраланды, базалары ағыр алда боқта. Ерлі мемурлар хабер етті, Алев бірінші қатында химиеви мақсулатлар анбары ерлешкен. 4 қатлы мескен әвде чықты, атеш қомшы евлеріні де сарып алды. Қаза ерінде 200-ден зиеді янгын сөндіріжі чалышты. Янгыны тоқтамақ үшін 4 сааттен зиеді вақыт зарф етілді. Құртарыжы ве гонулилерді ғылувларыны жейіштіріп орталықны бір тәртіпке кетерген ве оларының тубунды ола білген адамларны құртарымаға тырышалар. Киево-Могилянск академия университетінде донор күні кечірілді. Али оқу йортының студентлері енді 3 ел девамында қан тапшыралар. Акция елда 3 кере өткерілі. Университетке екемлер келе, донорлар олардан талимат ала, екемлер есе оларның алыны незарет. Әте тәшкерілген қан хастаханелерге кетірілежек.
якщо у мене є. Егер қаным сағлам олса, ве қананы мұқтач олғанларға бермеге имкан олса, әлбетте донор олмақ керекім. Более адамлар чоқ, ама қанға ихтияч дайыма бар. В середньому до 100 людей. Орта қарарнен 100-ге қадар адам келе. Әр вақыт вақа қандай ичтимай ағыларда илан етеміз. Ве әр сефер адамлар сайысы әп арта. Бір кере оле олды ке, әкемлерді қан алмақ үшін материаллары біткен еді. Украин шайресі ве жемат РББ олайны тәлігі өзім врыны Украина мұстаққылығы оғырындаки күрешке бағыжлаты. 1942 сенесі февраль 21 күні нацистлер оны Бабин Яр айрығында атып өлдірді. Шайре олымның 72 елдің өмінді Эки ел эвелсі тілкінелген абиде чечеклер иле толды. Хатарасынан мақычун Украин милетчилер тешкелеті азалары аскерлер вагон адына Киев оқув йортының кадетлері ве зиялылар келді. Ідея спорудження цього пам'ятника саме в цьому місці. Тахмия етіліки ален етілігі бұ Бабин Яр айрығында көмілген. Бұ ерде абие текілемек ғайенді 20 елдан яшамақта. Нейсе, 2016 сенесі бұ ғайеге девлет қол тұтты. Менімже бұ абиде Киевде пейда олачақ мұйым яңа абиделерінден бірідір. Киев Динамос Олимпиакос юннан тақымы иле ойнайжақ матч бүгін ақшам пайтақның Олимпийский стадионында кечежек. Кеченде киевлелер ачық идман өткерділер. Динамо тақымның мақсады Авропа лигасының нефбеттеки раундына кечмек. Илк ойын 2-2 әсабынен екенледі. Тепкен топлары ярдымы иле аз олса да үстінлігі бар. Для команды Олимпиакос. Олимпиакос тақымы үшін ғалип олмақ мұйым, бізім тақымыз үшін де бұл ғайет мұйым. Ярын ғалибе қазанып, невбеттекі басамаққа кешмеліміз. Ойын ютықсыз бітежегіні білмек керекміз, ғалибе әлде етмеліміз. Үрметлі серджілер, бұл дақиғаға бұл сонки хаберімізі да чо хаберлерінің сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз ұзыңызге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз көрішкенже.